амансың ба жаным? Қош келдің. Келе ғой, отыра ғой. Екінші сыныбының оқушысымын. Менің атым Сақтапберген Ақбидай, Жолжуран қызым. Біз бүгін апай екеуміз қойдың құйрығының жан-жағына жиналған құйрық майды зерттеп жатырмыз. Сәттілік. Адам ағзасына пайдалы құйрық май туралы айтасыз ба? Қош келдің, Ақбидай. Өте жақсы, сәттілік. Ал құйрық май жайлы айтатын болса, құйрық май бұл қазақтың салт дәстүрі тағамдарының бірі. Ол қойдың құйрығынан алынады. Құйрық май бұл өте адам ағзасына пайдалы, адамның иммунитетін жақсы көтереді. Құрамында, құйрық майдың құрамында қаныққан және қанықпаған май қышқылдары бар. Және оның құрамында А, Д, Е, К дәрумендерге бай. А, Е дәрумендері, мысалы үшін, олар антиоксидант. Олар мына адамдағы суық тиюден, жөтелден қорғайды. Ал Д, К дәрумендері адамның сүйектерін нығайтады. Және мына қан айналымын да жақсартады. Балалар, мама шаш жасап жатқанда не үшін қойдың құйрығының жан-жағына жиналған құйрық майды қолданады? Айтыңызшы. Өте жақсы. Бұл құйрық май өте мына терілерді жұмсартады. Сосын жалпы буын ауруларына да мына терілердің жұмсаруы үшін әрі жөтеліп жүрген балаларға көп қолданамыз. Мына өкпе тұсына массаж жасағанда жалпы сол теріні қыздырады. Сөйтіп қыздырып жөтел көкірегіндегі қақырықты түсіреді. Дәрігер апай, ал барлық адам қолдана ала ма құйрық майды? Құйрық майды барлық адам қолданады, бірақ өте сақтықпен қолданған дұрыс. Құйрық майды жалпы 10-20 граммға дейін қолдану керек күнделікті. Ал міне сақтанатын адамдар, холестерині жоғары адамдар, өт жолдары ауыратын адамдар, бұлар сақтықпен қолданған жақсы. Апай, ал медицина саласында құйрық майды қолдана ма? Әрине, Ақбидай, медицина саласында құйрық майды мына жөтел кезінде, аяқ буын сырқырағанда жылытып, ішке және сыртқа қолдануға болады. Қан айналымын жақсартады, ас қорытуға көмек береді. Бұл құйрық май жұмсақ болғаннан кейін ас қорыту жүйесіне өте ауыр тамақтарды сіңіруге көмектеседі, тыныс алу жолдарына көмектеседі. Дәрігер апай, ал сіздің тәжірибеңізде емделген құйрық маймен адам болды ма? Әрине, Ақбидай, мына жөтелген балаларға құйрық майды көкірегінен жаңағы жылытып, жағу арқылы қақырығын түсіреміз, жақсы болады сонда. Және кішкене ішкізіп жібереміз. Ол кезде көкірегіндегі қақырықтар түседі. Және аяқтарға, табандарға жағамыз жылы болып тұру үшін, ол құйрық май баланың терісін жұмсартады. Рахмет, дәрігер апай. Мен сізден көп зат үйрендім. Жаным, рахмет саған да келіп сұрағаның үшін. Әрдайым біз дайынбыз. Сәттілік тілеймін.